Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хадис айтқан, Табараниде келеді: "Ман истана илейкум ма'руфан фажазуху, фа ин ажастум ан мужазатихи фад'у лаху, хатта та'ламу ан қад шакартум, фа инна Аллаха та'ала шакирун юхиббу шакирин." Біреу сіздерге жақсылық қылса, ей туғандар, бізге адамдар көп эле жақсылық қылады. Өзі туған мындай да, біз жақсылық қылғанды үйренейлі. Жақсылық қыла албасақ, жамандық қылбайлы. Біреу жақсылық қылса бізге, жақсылығын қайтарғанда да үйренейлі. Пайғамбарымыз айтып отқан, егер де сіздерге біреу жақсылық қылса дейді, фажазуху, ақысын бергіле. Ақысын бергіле, жақсылық қылғанның ақысын беріп қой. Қандай қылып бересің, ойлан. Қайтып бересің, нені бересің, но сөз беріп қой. Егер де бере албай қалсаң дейді, ақысын. Ажиз болып қалсаң, алсыз болып қалсаң, бере албай қалсаң, анда дуа қылаға дейді. Аға дуа бер. Шуға чейін мен аға рахматымды айтып, машалла, ақысын бердім оқшайды дегенге чейін. Себебі Алла Таала шакир, юхиббу шакирин, шүкір қылғандарды, ақысын бергендерді Алла Таалам жақсы көреткен. Алла қадырдан. Пенденің мейнетін қадырлай тұрған зат. Адам баласы қылған жақсылығыңызды ұмытып қалышы мүмкін. Ұмытып қалышы мүмкін. Барықтабай, қадырлабай, бағалабай қойышы мүмкін. Бирок Алла субхана ва таала андай емес. Бұндайлан таза зат Алла Таала. Алла инна Аллаха шакирун алим. Алла Таала пенденің қылған мейнетін бағалай тұрған зат, қадырлай тұрған зат. Қылған жақсылығыңыздың қандай жақсылық қылсаңыз, ешкім көрбей қалса дағы, сіз қыжалат болуыңыз. Алла көрді. Алла сіздің жақсылығыңызды бағалайды, барықтайды, қадырлайды, ақысын береді. Жақсылығыңыздың берекесіндағы, нұрындағы, қасиеттің сырындағы береді. Алла субханаху ва таала пенденің қылған жақсы ішін, Алла үшін қылынған жақсы іш текке кетпейді. Ешқашан жоқ болбайды. Ешқашан чирибейді, ескірбейді, ұмытылбайды. Аллахым сөз қайтарып береді. Шonun үшін Алла үшін жақсылық қыла өрейлі, чарчабайлы, тажабайлы. Алла үшін жақсылық қылғанда жарышайлы. Алла үшін жақсылық. Фастабиқул хайрат. Жақсы іштересіздер жарыш қыла. Ихласта жарыш қыла, тақуалықта, берешенділікте, кішпейілдікте. Бардық жақсы іштерде жарыш қыла дейді. Алла субхана ва таала үшін. Фа инна Аллах таала шакир дейді. Қарашы, не деген сөз? Пендені менетін қадырлаған зат Алла Таала. Бағалаған зат Алла Таала.